банктерден карточка шоттар ашқан болсаңыздар, онда біз Binance'тың ішіне настройка жасап өтеміз. Яғни ең бірінші біз жалпы осылай басты бетіне кіреміз. Одан кейін профиль деген сол жақ шетіне үстіне басамыз, адам суретіне, яғни сөйтіп безопасность деген кнопканы басамыз. Яғни біз қазір электронды почта арқылы, номер арқылы, приложение аутентификация арқылы осы төртеуінде осылай сіздерде көк галочка жанып тұру керек, яғни жасыл галочка жанып тұру керек. Осылай барлықтарына сіздерде қазір дәл қазір жанбай тұруы мүмкін, электронный поштамен там ключевой доступа дегенде ғана жазылып тұруы мүмкін. Өйткені сіздерде бұл бірінші сіздердің ID арқылы түрлеріңізбен, то есть ашылатын нәрсе. Екінші электронды пошта ол тіркелген кезде түсінікті деп ойлаймын. Жалпы электронды пошта қосылмаған болса, осындай сіздерден отмена етесіздер. Мен отмена ете салайын. Жалпы осылай осы галочканы қосу керексіздер, яғни. Или изменить там басқа поштаға қосқыларыңыз келсе, поштаны ауыстырып тастасаңыздар болады. Жалпы одан кейін сіздерде телефон номерлеріңізді жазасыздар, осы жерде галочканы қосасыздар. Сіздерде тура осылай галочка қосылып тұру керек. Үстінен бассаңыздар, сіздерге телефондарыңызға SMS барады. Сол SMS-ті айтасыздар, және де поштаға да SMS келеді. Сол поштадағы SMS-ті айтсаңыздар, тура осындай галочка қосылып, осылай жасыл галочка жанатын болады сіздерде. Бұл міндеттерде қосылу керек. Неге? Өйткені сіздер ертең ақша аударған кезде, басқа да жағдайлар болған кезде Binance сізді қорғау үшін, яғни жаңағыдай небір өмірде хакерлер бар, солар сіздің шотыңызды пайдаланып кетпеу үшін да осылардың барлығын қолдану керек. Яғни приложение аутентификация деген не ол? Яғни Google аутентификация, мен сіздерге қазір көрсетіп өтемін. Жалпы Google аутентификация деген, міне мына осы аутентификация деген приложение, осының ішіне кіресіздер. Осының ішіне кірсеңіздер, каждый секунд сайын ауысып отырады. Сіздер қараңыздар, бұл жерде сіздер мысалға, например, Binance-ты қосу үшін сіздерде басында ештеңке болмауы мүмкін. Сол кезде мына жақ шетте плюсик тұрады. Сол плюсикті басасыздар да внесите ключ деген настройка дегенді басасыздар. Одан кейін осы жерге аккаунт Binance деп жаза саласыздар. Ключ деген жерге мына жерге кірген кезде сіздерде мына үстін басқан кезде, мен қазір сіздерге көрсете алмаймын, өйткені мен қосып қойғам уже. Жалпы осының үстін басқан кезде сіздерден телефондан код сұрайды біріншіден, екіншіден поштадан код сұрайды, үшіншіден жаңағыдай одан кейін сіздерден ссылка береді. Сіздер копировать дегенді басасыздар, QR тұрады и ссылка тұрады. Сол ссылканы копировать ете аласыздар да, тура осы жерге ключ деген жерге қоясыздар. Ключ деген жерге қойып, добавить деген кнопканы бассаңыздар, тура осылай Binance деп атын өздеріңіз жазып алсаңыздар, шығып тұрады. Менде де басқа приложениелердің аттары шығып тұр. Тура осылай. И одан кейін сол жерге кодын сұрайды. Сіздер үстінен бір бассаңыздар, копировать етіледі. Соны апарасыздар да, осы жерде жаңағы аутентификацияның кодын сұрап тұрады, үшінші. Соны қойып жібересіздер. Бұны қосу міндетті, өйткені осы арқылы сіз көп нәрседен, яғни мошенник болсын, басқа да жағдайлардан былайша айтқанда сізді Binance қорғайды. Сіздің былайша айтқанда неңізге, аккаунтыңызға ешқандай хакер болсын, басқа да адамдар ешқандай сіздің аккаунтыңызды пайдалана алмайды, бір сөзбен айтқанда бұза алмайды. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Бұл ең бірінші қосатын дүниелеріңіз осыны, яғни осы төртеуде сіздерде галочка жанып тұру керек. Егер қандай да біреуі қоса алмай жатсаңыздар, қандай да бір сұрақ болса, группаға жазсаңыздар болады. Жалпы өзім көмектесетін боламын. Одан кейінгі екінші мәселе, бізде жаңағы сіздер банктен шот аштыңыздар, сол шотты сіздер Binance-ға тіркеу керексіздер. Яғни ол үшін способ оплаты деген кнопканы басасыздар. Одан кейін мына жерде способ оплата для P2P дегенді басасыздар. Осы жерде менің шоттарым тіркеліп тұр жалпы. Осы жерге кез келген шотты таңдайсыздар. Яғни мысалға мына жерден тіркейтін болсақ, добавить новый способ оплата деген кнопканы басамыз.
Одан кейін мына жерде қалаған банктеріңіз тұр. Біріншіден вот міне Қазақстан банктері, именно Жусан, Евразийский, Алтын, Каспий, халық кез келген үстінен басасыздар да. Міне мына жерге аты жөндеріңіз, банк счеттарды и банктың названиясын жазсаңыздар болады. И так мына жерге жалпы отделение открытие счета дегенге кезет деген анау 20 сандық не бар ғой, жалпы шот бар ғой, соны қойсаңыздар болады. Не болмаса кейбір жерлерге қоймай қойсаңыздар да болады, қатты бір қажет емес ол. Жалпы одан кейін все способ оплата дегенді басатын болсаңыз, бұл жерде мировой, яғни бүкіл жаңағыдай банктердің аттары бар, бүкіл елдің банктердің аттары бар. Кез келген банктың атын мына жерге поисқа жазып іздеп алсаңыздар болады. Мысалы Тинькофф, Россиядан іздейтін болсаңыздар, өздеріңіздің аты жөндеріңіз автоматты түрде сақталып тұрады. Астына только банковский счетты қоясыздар, болды. Яғни 16 санттық банковский счетты қоясыздар. Яғни карта номерін, банковский счет емес, кешірім сұраймын, карта номерін қоясыздар. Вот жалпы осылай добавить деп тіркеп кете бересіздер. Тіркелген карталар сіздерге былай көрініп тұрады. Вот міне мысалға мен қазір банковский перевод тіркегем, Аграр банк тіркегем, Алипей тіркегем, жалпы Комкредит тіркегем, Халық банк тіркегем, жалпы осылай сіздерде көрініп тұрады. Осылай көрініп тұрса, ол это нормально. Вот жалпы осылай. Так, осы жақтан тіркелесіздер. И және де осымен бізде настройкамен жалпы сіздер банк счетін тіркеуді, яғни аяқтадыңыздар. Біз келесі сабақта уже қалай алу керек, яғни қалай криптаны сатып алу керек, және де оны сату керек жолдарын үйренетін